Өмір бойы адамның есінен кетпейтін бір жайлар болады ғой. Осы жөнінен бір әңгіме айтып берсеңіз. Біз Маншук атындағы Қызылордадағы педагогикалық училищеда 10 шақты жігіт бірге оқыдық. Жасымыз 18-ге толды, соғыстың басталған кезінде. 47-ші жылы наурыз айының 16 күні той туған. Соныменен Семей қаласында, Абай атамыздың қаласында тәрбиеленіп алуға майданға солтүстік насып жолыменен аттанып, бетіміз майдан келе жаттық. Сол 9 бала, 9 жігіт бәрі біргеміз. Сөйтіп, Калинин майданы деген аты бар екен. Жақындап қалдық Калининде асып өттік. Сөйтіп, бір Қарапетск деген станция бар екен. Кешегі жаудың қолында болып, қайтадан босатылған. Сол станцияға келе бергенімізде жаудың самолеті біздің эшелонымызды бомбылады. Сол бомбалардың ішінде болған, бірге оқыған, бірге жүрген жолдас әлі күнге дейін дүниеде тірі жүріп, кездесіп, сәлемдесіп тұратын кісі мына Жуастық Тілеуов деген кісі. Екеуміз бірге болдық. Бірақ біздің ажырауымызға себеп болған бұл жердегі бомбалау. Бұл кісінің домбырамен ән айтатыны, және домбыра тартатын қасиеттері артығырақ тұғын. Сол домбырасын бірге ала кеттік майданға. Бірақ сол домбырадан ажырау тап сол домбырау сәтінде бастады. Сөйтіп бұл кісілерден ажырадық. Бұлардың былайынша бірімізден біріміз хат алғанымызбен жүрген жері территориясы жақын болғанымен кездесуіміз болған жоқ. Яғни айтқанда жаңағы 9 жігіт, 9 бала бірімізді біріміз көруді армандады. Бірақ менің қасымда бір-ақ кісі бірге болды. Соның ішіндегі кешегі дүние салып кеткен Қамысбаев Әби деген, қазіргі Шорағазиев Әбілда, барлығымыз сол бір майданда бір уақытта болдық. Енді міне аман келгесін, бірімізді біріміз көргесін, өміріліп бара жатыр көптеген қиындықтар. Бірақ осының барлығы дегенде тірі қалып аман келгеннен кейін бақытымыз деп есептейміз. Міне сіздер бақытты кісілерсіздер отырған. Міне осы менің айтатыным бір сәт. Ал енді мен сол майданға барғаннан кейін Калинин майданы, содан кейін бірінші және екінші Балтық майдандарының құрамында болды. Оның ішінде біздің бір жылдан кейін, яғни 1943 жылы майданның табиғатына да, майданның әдетіне де үйреніп қалыптасып қалған кезіміз. Неве қаласынан онша қашығымыз қорғаныс ұстап жатқан кезіміз. Біздің бөлімшемізге жоғарғы қолбасшыдан бұйрық келеді. Неве қаласын және Неве қаласының ар жағында 15 километр жердегі қарсыздың бір жатқан орманды игеру керек. Неве қаласын босату керек. Соныменен 1943 жылы 25 қазан таң алдындағы үлкен шабуыл бастады. Сол шабуылменен біз Неве қаласын 25 және 26 қазан күндері жаудан босаттық. Біздің солдаттардың бір рахаттанған сәті болды. Бұрын бірімізді біріміз көрмей жатып, сыртта жүріп жатып, не қылу керек? Жаумен айқасып, бұл жолы енді көшеде айқасу басталды. Міне мұның өзі біз үшін, яғни мен үшін бір үлкен өзгеріске сияқты. Неге? Жаудың офицерлері мен солдаттары жаңа аяқ жалпы таң сәріден қолға түседі. Олар тұтқынға. Сонда соншалықты біздің солдаттық міндетімізді орындағанымызға бір риза болған жерім осы жер болды. Міне соныменен Неве қаласын алып болғаннан кейін 26 күні бізге хабар келді. Неве қаласының орталығына жиылып уәкілдері және басқа ұлттардың кісілері келсіндер. Сонымен өзіміздің командиріміз сол Неве қаласына қайтып кетті. 4-5 шақырым жер. Содан қаланың ортасында шамалы бір алаң бар екен. Қала таза, ақ қала.
Бірақ ешқандай бомба снаряд түспеген таза қала екен. Бұлардың бізді шақырғандағы мақсаты қазақтың бір қызы, ол кезде біз атын білмейміз, бір қызы үлкен ерлік жасады. Сол қызды жерлеу үшін қазақтардың ұлдары, қыздары қатыссын деп, және басқа мұсылман жұртшылығы қатыссын деп бізді шақырған екен. Сөйтіп қаралы жиын басталды. Қаралы жиын ашылғаннан кейін сол Маншуктың енді Маншук екенін білдік қой. Иә, Маншук екенін білдік. Бірақ бізде енді ол Маншуктың кім екенін, ол батыр өзі батыр атағы да жоқ, басқасы да жоқ. Сөйтіп сол неде жаңағы Мәншүктің жерлеуіне Маншуктың жерлеуі қаралы жиынына қатыстым. Батальонның командирі Шәкір Тәжбаев деген кісі. Сол кісінің сізге сөз берді. Ол кісі Маншуктың ерлігі туралы, Маншуктың жасаған ерлік жұмыстары туралы сөйледі. Айтып, көзде жасалып, Маншукжан сені дүниеде тірі жүргенде ұмытпаймын, жеріңді қайтарамын жаудан деп. Сол сияқты өзінің қаруас бірге жүрген азаматтары, әйелі қыздар жоқ екен, тек қана ер кісілер. Басқа ұлттың уәкілдері, олар да шығып сөйледі. Жаңағы бағытта біз сенің кегіңді қайтарамыз. Сапта тұрғандардың, үйінде тұрғандардың барлығы да ду айғайлайды. Біз сенің кегіңді қайтарамыз. Міне соныменен ол қызды жерлеп, оның Маншук екенін, Мәметова екенін сөйледі естідік. Бірақ ол бізде әлі батыр атағы жоқ. Былайынша ерлік жұмыстары туралы сөйледі, хабарланды. Содан кейін жазушы Әділхан Нұршайықов сол біздің Отаншылық деген газетіміздің корреспонденті болатын. Сол кісі сөйледі. Сөйтіп Маншуктың өмірбаянын жақсы жағынан бір-екі ауыз айтты да, сол майданға келгелі берді, әрекеттерін, еңбектерін айтып шықты. Штабқа писіз болып дайындалған Маншук өзінің несіне шықпай, ол мен алдыңғы шепке барамын деп сұранып барған екен. Сөйтіп, осымен үшінші шабуылға қатысып, Невел қаласының босату шабуылында қаза болды. Сол жерде жерленіп, біз енді қолдарыңызбен топырақ салдық. Сөйтіп өзіміздің әрқайсы бөлімімізге кеттік. Ал енді мынау өзі ол Мәншүк сол кездері пулеметші болған ғой. Кез келген жерде пулеметшіні бірінші құрту керек, соны нысанаға алады ғой енді. Көрдіңіз бе? Жаңа алдында әңгіменің алдында бір сатында айтып кеттім, соғыс кезінде 11 мың жауынгерге Кеңес одағының батыры атағы берілді. Соның ішінде 87-сі ғана әйелдер екен. Мінекей 87-сі. Ал сол 87-нің екеуінің қазақ қыздары екендігін естігенде шынымен қалайша қуанбассың. Және де жаңғыз қазақтың сүйкедей мінекей қызы ерлік көрсетіп, қайтыс болғанын естігеннен кейін бүкіл командование сол бір жерде жүрген мұсылман ұлттарының бәріне хабар беріп, соғысты қоя тұрыңдар, солар осы қалаға жиналсын деген бұйрықпен қаншама мың адам сол жерге жиналады. Яғни оның ерлігін құрметтегендігі қаршадай мінекей соны деп бұл жерде білеміз. Осындай біздің тарихымыз кезінде өте көп болған екен. Мына тарих парақтарын тағы да қарап отырсақ, мынандай бір тағы да сөздер бар. Соғыс кезінде бір топ жауынгерлерге ұрыс үстінде төбеден бомба түсіп, көбісі жараланады. Бәрі ыңырсып орнынан тұрмастан жатып қалады. Ішінде қазақ ағайындар көп екен. Сол кезде, мына сол кездегі шежірені айтып отыр, осы мына біздің қыздарымыздың батырлығына байланысты. Сол кезде көмекке келген бір медсестра қазақша тұрыңдар бауырларым, қазақ атамыз қысылған сәтте, я аруақ демейтін беді, естеріңді жиыңдар қандастарым деп барлығын қайтадан дем береді. Сол кезде қарындас сөзі дем берген жауынгерлер ұрысқа жан екпінмен қайта кіріп, жау шебін бұзады. Сол қыз Тереңөзек ауданының Қызылдихан колхозынан майданға аттанған Қайырлапова еді. Сол ұрыста ол Қызыл жұлдыз орденімен наградталады. Мінекей бұл кісіні батыр демей көріңіз, батыр демей көріңіз. Көрдіңіз бе? Сол кездері әлі тарих парақтарында сарғайып жатқан, беті ашылмаған біздің қыздарымыздың ерліктері әлде де көп деп мен өзім ойлаймын енді. Мінекей Сардарбек аға мына сөздің иінінде менің келтіріп жатырғаным тағы да бір сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл кісі 50 жыл бойы мұғалімдік қызмет атқарған. Және де бір ғажабы еңбек кітапшасында тек бір ғана бұйрық бар.
Осы қала іргесіндегі Александровск поселкесінде орталау мектеп бар, соған мұғалімдікке алынсын деген ғана. Содан басқа ешқандай бұйрық берілмеген. Әлі сол мектепте жұмыс істеп келе жатыр. Мінекей сөзім өтірік жоқ қой. Ал енді Сардарбек аға, сіз 50 жыл ұстаздық қызмет атқардыңыз. Өзі ұстаз адам, осы ұрпақ қамы жөнінен, тәрбие жөнінен көп ойланып жүреді ғой. Газеттерді оқып отырсақ, кейбір газеттер былай деп жазыпты, менің өз көзіммен оқығандай дейін. Бұл соғыс орыс пен немістің арасындағы болған соғыс, біздің қатысымыз жоқ. Мұны атауға бізге тұрмайды деген де сөздер бар. Және де бір жерлерде былай деп жазады, егер Гитлер сол кездері басып алған уақыттары, біз әлде қайда өрге ниетті болып көсегеміз көгеріп көтереді деп жазады. Ал енді осыған қалай қарайсыз? Оған мен қарсымын. Ол жазған адамның сөзіне қарсы. Неге? Біздің қай азаматымыз отан үшін демей жауға тиісті. Барлығымыздың да ауыздан тек отан үшін деген ұғым бұл. Сол сөз бұл. Сондықтан ол соғыста біздің жеңуіміздің үшін негізгі фактор бар, халыққа өте таныс. Бірінші, отан үшін дедік. Екінші, халықтың бірлігі. Гитлердің ойлағандай болмай шықты. Үшінші, Гитлердің армиясының істеген халыққа көрсеткен адалы. Осы үшеуіне халық тұрды. Яғни, кеше Москва қаласынан арнаулы фильм көрсетті. Сонда жаңағы қалай азарлады халықты, балаларды қалай өртеді. Соны көре біле тұра, кім Гитлерді ұнатады, кім Гитлерді жақтайды. Мен оған қарсымын. Ол жаңағы жазған кісіде. Біз отан үшін дедік, отанымыз бір болды. Әлде де біз өзіміздің мынау жаңадан тәуелсіздік алған Қазақстан Республикасының құтты болуына, оның әрмен қарай дамуына тілектеспіз. Соның ішінде жастарға менің айтатыным. Біз бүгін ертең ұлы жеңістің 50 жылдығын мерекелеп отырмыз. Сол кезде, сұрапыл соғыс басталған кезде, біздің соғысқа аттанған азаматтарымыздың арты 14 жаста, алды 30 жаста. 14-тегі адам 27 жылғы ол соңынан алынды. Солардың біреуінен мынадай мен отан үшін емес деген сөз шыққан. Олардың бауырмалдығы, олардың жүрген жеріндегі еңбегі, кейбір азаматтардың жасаған еңбектерін адам ойлап